алып кететіндеріңізге біз оған нақты сенім білдіре аламыз. Енді қазір сіздердің алдыңызда стикер жатыр. Сол стикерді топ мүшесі әрқайсыңызға бір-бірден таратып берсін, мына сұрақтың жауабын жаза қойсын. Кітап оқу жасөспірімнің жеке қасиеттеріне қалай әсер етеді? Бір ғана жауап. Жоқ, енді өзі ол бірісі ең көп қалпы. Бірінші аяқтаған топ бізде математиктер тобы, жаратылыстану тобы. Ал қазір әр топқа бір минуттан ғана уақыт беремін қорғауға. Ал келіңіздер. Бұл жердегі кейіпкерлер қандай өздерінде чувство, сезімдер пайда болады. Бұл жерде қорқыныш, жалғыздық, қиялға берілу, бала қиялға беріп кетеді. Өз-өзіне сенімсіздік, көңіл бөлінбеуі, балаға мүлдем құлазу. Қашан бұл когда происходит событие дейді, бала үйде жалғыз қалғанда, оған көңіл бөлмегенде, мейірімділік көрмегенде, балада осындай қиялданады. Основные события здесь. Бұл жерде біз одиночество, то есть баланы жалғыз тастап кетті, ол өзі жалғыз қалды. Потом путь к бабушке. Ол сол жалғыздықты толтыру үшін өзіне көңіл бөлетін адамға қарай жол тартады. Сосын бірақ ол жолдан адасып кетеді. Сон сказочный мир, попадает в сказочный мир. Енді когда происходит событие зимой, главный герой это маленькая девочка. Кейіпкерлердің мінездері, яғни батылдық бар, үстемение бар. Бұл события ғажайыптар әлемінде өткен, және осы кейіпкерлердің сезімдері ол жалғыздық, достық, мейірімділік, доброта, сосын сағыныш және де өкініш бар. Бойынша бізде бастысы бұл жердегі баланың өзінің жалғыздық сезімдері туралы айтылған деп жаздық. Болып жатқан кезде біз Қытай кітаптың барысында берілген, яғни 1980 жылы Қытайда және де баланың өзінің сана сезімінде, яғни қиялда берілді. Қиялда қысқы көңіл қиялы деді. Герой книгада біз Нәй-Нәй дедік, яғни баланың әжесі, баланың әке-шешесі өзі, және де оның баланың қиялындағы Бұғы, Аю, Ки, тағы да басқа кейіпкерлердің барлығын атап жазып шықты. Және де бұл жерде көшедегі адамдар, яғни кітапты мұқият қарайтын болсақ, баланың жалғыздығы соншалықты көшеде кетіп бара жатқан адамдардың жасаған іс-әрекеттеріне көп көңіл бөліп, назар бөліп, тамсана қарауында болды. Себебі ол жердегі адамдар бір-бірімен қарым-қатынасқа түскен, бір-бірімен сөйлесіп тұрған сценалар болғандықтан. Келесі, бұл жерде қай жерде болды? Біз бұл жерде үйінде және баланың сана сезімінде деп алдық. Себебі кітаптың желісі бойынша алдымен баланың үйінде болған оқиға жалғыз қалған, және де баланың өзінің қиялында болған оқиғасы туралы көрсетілгеннен кейін осы жерлерді алдық. Характер, яғни бұл жерде не болды? Яғни баланың жаңағы батыллығы, өзіне сенімдігі, және үйден шығып кеткендігіне байланысты алдық. Және де сол жақтағы кейіпкерлердің Адасып кету қауіптілігі бар. Өмірде адасып кету оңай, бірақ оның шешімін де дұрыс қарасақ табуға да болады.
қандай сезімдерді бастан кешірді? Қорқыныш, қамқорлық, мейірім, достық, сағыныш, қиял, арман деп алдық. Және де бұл жерде қайда болып жатыр? Қыс мезгілінде және түсінде. Бұны арман деп алдық. Өсерердің баласы арманшыл келеді, өшерердің баласы жанжалшыл келеді деп мақалмен алдық. Және бұл жерде ақ түспен белгіленген. Одан келесіні біз суретпен белгіледік. Жол және баланың адасуы суретпен бердік. Екіншісін одан кейін қай жерде болып жатыр дегенде мақалмен алдық. Жағда бақыт көктемгі бұлт сияқты ол көрген түстей ұшқан құстай өте шығады. Яғни бұл жерде бізде тірек сөзіміз түсте. Яғни баланың қиялында түсінде болып жатыр дегенде біз бұны да біз мақалмен алдық. Осы мақалмен және В книге «Девочка, бабушка и родители», где происходят события в Китае. Характер героев книги – это фантазер, мечтатель. Так, какие чувства испытывают герои? Это страх, испуг и переживание одиночества. Так, основные события – это одиночество, не хватает внимания. Так, нету братьев и сестер. Дальше поездка в автобусе, то, что в троллейбусе она осталась одна устала. Дальше попадает в неизвестное место, дорога домой, любовь, эмоции, мечты и воспоминания. Молодцы. Суреттер бар мына жерде. Осы карточканы пайдаланасыздар да, осы шығармаға келесінің 3 карточка таңдап аласыздар. 3 қана карточка. Осы оқиғаға келесің 3 карточка. Болған топ бір лидерларыңыз келіп қорғасын. Карточка бойынша пікір беріңіз. Сурет был. Мы должны оберегать ребенка так, как этот медведь оберегает свою коробку. Так, выход из ситуации. Да. И фантазия ребенка. Мына жерде ода үрей пайда болады. Мына жерде дружбаны екеуің сияқты достар болады жаңағы. Тамаша. Иллюстрацияны жалғыздық деп алдық. Бірінші жалғыздық сезімді ғой, ол бала көңіл бөлмегеннен кейін ата-анасы. Одан кейін ол көңіл бөлмегеннен кейін өзінің ғажайып әлеміне кетіп қалды. Көңілді сояқтан іздеді. Өзі қиялға кетіп, көңілді сояқтан іздеді. Және бағанағы дружбасымен көмектескен жанындағы қиялындағы ғажайып көрсетті осылай. Тамаша. Сонда ол бала ешқайда барған жоқ, көріп жатыр ғой, иә? Өзінің фантазиясында деп Жақсы, тамаша. Бұл жерде біз жаңағы жалғыздықты алып отырмық. Баланың жаңағы болған жалғыздық сезімі және де бұл суретте бізде көріп тұрғанымыздай жаңағы баланың ішкі жан дүниесінде болып жатқан нені жаңағы проблема деп алып тұрмыз, құбыжықты. Және де мына троллейбуспен келе жатқанын біз қандай қиын жағдай болмасын қайта артқа жаңағы жолды таба алуы қиындыққа шыға алуы деп алдық. Тамаша. Тығырықтан шыға алды, иә? Былай алдық, мынау қараңғылық, қорқыныш, баланың бойындағы қорқыныш, жалғыздық деген сияқты үрей. Одан кейін сол үрейдің кесірінен жаңағы қиял әлеміне сапар шеккендігі, бірақ қиял әлемінде қаншама дүние кездессе де оған мейірімділік көрсетсе де, бірақ ең соңында отбасы мейірім екені деп алдық. Мына стикерға кім жазды? Жан дүниесін байытады деген. Білім көкжиегі кеңейеді. Сөзі қоры дамиды, пополнение словарного запаса дейді. Кімдікі? Оқу жылдамдығы артады дейді.